Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапхананың ақпараттық библиографиялық бөлім мамандары жасаған бүкіл әлемдік шынайы даңқты қайраткер атты Әлихан Бөкейхановтың туғанына 150 жылдығына арналған виртуалды көрме назарларыңызға ұсынылып отыр. Бұл көрмеде бірінші бөлімде Әлихан Бөкейхановтың өмірбаяны айтылады. Екінші бөлімде Әлихан Бөкейхановтың шығармалары, кітаптары, ол туралы кітаптар жазылған осы кітапхананың қолында ұзақ кітаптардың келесі бөлімде Әлихан Бөкейханов таңдамалы жинақтың түсініктемесі берілген. Келесі бөлімде суреттер берілген өмірбаяны, өмір туралы, отбасы туралы Әлихан Бөкейханов туралы қандай кітаптар бар екен, Әлихан Бөкейханов туралы газет, журналдарда жазылған мақалалар тізімдері беріп өздеріңіз біздің кітапхананың қолында Әлихан Бөкейханов туралы мақалалардың кеңестің бүкіл өмір бойынша еңбектері туралы да, семьясы, отбасы, зиялы тұлғалар туралы суреттер жинағы берілген. Мысалы, мына жерде Әлихан Бөкейханов 1935-37 жылдардағы кітаптар жүзінде Алаш мұрасын насихаттау, Алаш мұрасына адалдық таныту әрбір қазақтың міндеті. Бұл тек қана алаштанушы ғалымдардың ісі деп қарау болмайды. Алаш мұрасына барлығымыз атсалысуымыз керек. Менің бүгін бір таң қалып қуанып отырған бір үлкен бір әсерлі сәтім болып тұр. Ол мына ұлттық академиялық кітапхана ұжымы. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның білім берусінің құрметті қызметкері Үмітхан Дәуренбекқызы, осы кітапхананың басшысы ретінде және кітапхананың мамандары Әлихан Бөкейханның алаш ардақтысының, алаш көсемінің 150 жылдық мерейтойының құрметіне орай Әлихан Бөкейханның шығармаларын, оның өмір жолының хронологиялық тізбектерін, оның бүкіл барлық мұралар, әдеби, ғылыми сын, творчествосындағы барлық материалдарын жинақтап, оқырман қауымға екшеліп, оңай әлі сұранысқа ие кітаптарды, ғалым Әлихан танушы Сұлтанхан Аққұлының кітаптарын қолжетімді болып, ғаламтор желісі арқылы оқуға ыңғайлы болу үшін жаңа заман талаптарына сай үлкен сайт ашып отыр екен. Бұл сайт құтты болсын. Бұл Әлихан мұрасын насихаттайтын, Алаштың Әлиханын халыққа танытатын үлкен ақпараттық басылым болып тұр. Басылымның ғаламтор желісіндегі ғұмыры ұзақ болсын, ғаламтордағы әрбір жасөскінге, жастарға, оқырман қауымның пайдасына жарап қызмет ете берсін. Кітапхана басшылығына, кітапхана ұжымына алғыс білдіреміз. Алаш арысын ұлықтаған үшін, Алаш арысының мұрасына адалдық танытқан үшін. Алла разы болсын.